Армандарды жақындатып тымалыс, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік ел бақыты ертеңі, о халайық, құтты болсын қуаныш. Қуаныштан қалай кеуде кермесін, бұл күнімді бір ғасырға бермесін. Ақ түйенің қарны міне жарылды, тәуелсізбін, егеменмін, дербеспін. Армысыздар, тәуелсіз еліміздің ардақты ұстаздары, құрметті ата-аналары және білім алушылары. Ашық аспан аясында өткізгелі отырған Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 29 жылдығымен құттықтаймыз. Қазақ елім туды жастық дәуірін, алғандайсың жұлдызыңның жарығын. Тәуелсіздік құтты болсын қымбаттым, туған күнің құтты болсын абығым. Тұғыры биік тәуелсіздік, ашық онлайн тәрбие сағатына қош келдіңіздер. Әрине, тәрбие сағатымыздың басты мақсаты білім алушылардың өткен тарихымызға деген ұлттық көзқарасын қалыптастыру, елін, отанын құрметтейтін, егемен елімізді дәріптейтін патриот, білімді жастарды тәрбиелеу, тәуелсіздік құру жолындағы еліміздегі болған тарихи оқиғаларға құрметпен қарау сезімдерін арттыру. Дұрыс айтасың. Тәуелсіз Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер қатарында танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясаткерлігі, ерен еңбектігі осы бейнежазба арқылы тамашалай аламыз. Ендеше назарымыз экранда болсын. Конец 80-х годов 20 века. Курс на перестройку в СССР захлебнулся. Государственная машина начала давать сбои, реформы встали. Нурсултан Назарбаев понимал, что час Х уже близок и готовился к новой реальности – созданию сильного Казахстана. Страна больше не хотела оставаться сырьевым придатком Советской империи, доживающей свои последние дни. Казахстан, как и все постсоветские республики, испытал глубочайший кризис. Закрылись сотни предприятий, лишившись рынков сбыта и вложений, прекратились поставки продовольствия, не выплачивались зарплаты и пенсии. Сегодня сложно представить, что размер пенсии в те годы был эквивалентен 120 тенге. Развал экономики привел к пустым прилавкам в магазинах. Были введены карточки, устанавливающие нормы потребления товаров. Количество безработных достигло 2 миллионов человек. Резко упал уровень жизни населения. Не было света, воды. Люди готовили еду на кострах. Работу по подъему экономики Ельбасы начал с открытого разговора с людьми. Он встречался с коллективами предприятий по всей республике. Назарбаев никому не обещал легкого пути, а призвал работать и вместе поднимать страну. Нужно было за короткое время поменять мышление людей, перестроить их с коммунистических шаблонов на законы рыночной экономики. Отвечаю вам на вопрос, куда мы идем, чего мы делаем, куда двигаемся. А мы двигаемся к такой жизни, каким живет сегодня Германия, Франция, Италия. То есть путь, которым прошел весь мир. Вкладывать на развитие производства, чтобы товаров больше стало. Их будет тысячи миллионов, начнется конкуренция, и цена начинает. Ельбасы активно работал над созданием и развитием в стране новых экономических институтов, банковской сферы, отвечающих международным стандартам. Все это должно было создать крепкий фундамент для появления в стране массового малого и среднего бизнеса. Появился сектор страховых и пенсионных услуг, рынок ценных бумаг и инвестиционные фонды. С учетом рыночных реалий кардинально поменялось законодательство. Ельбасы всегда комплексно смотрел на вопросы с перспективой на долгие годы вперед. Он понимал, что для устойчивого развития страны нужно объединить всю нацию вокруг понятной и большой задачи. Перед страной новую амбициозную задачу – вхождение в число 30 передовых стран мира к 2050 году. Сегодня, несмотря на все мировые вызовы, казахстанцы активно работают над ее достижением. Реалии последнего времени показали правоту политики Ельбаса. За счет многолетних накоплений Казахстан выходит из кризисов без больших потрясений. Казахстан достиг рекордного роста экономики. Общий объем привлеченных прямых инвестиций превысил 350 миллиардов долларов.
В индексе глобальной конкурентоспособности Казахстан твердо занял 55-е место, обогнав почти 90 стран. В рейтинге Всемирного банка Doing Business вошел в топ. Идеи, заложенные первым президентом, воплощены в жизнь, а народ выбрал преемственность курса Елбасы и дальнейший прогресс страны, проголосовав за президента Касым-Жомарта Токаева. Государственные институты, заложенные Нурсултаном Назарбаевым, работают эффективно и служат крепким фундаментом для нации. Тәуелсіздік күні мерекесінің еліміздің барлық азаматтар үшін орны ерекше мереке екендігі және осы тәуелсіздік алуға үлкен үлес қосқан еліміздің жастарының ерлігі танылды. Қазақ жастары кеңес үкіметінің саясатына көз қарастарын білдірді. Әрине Баунұр, мен сенімен осы жерде толықтай келісемін. Желтоқсанның ызғарлы желінде тәуелсіздік жолында тер төккен қазақтың текті ұл қыздары аз болмады. Сондай жастардың бірі 1985-86 жылдары КСР-ның 50 жылдық атындағы педагогикалық училищесінде, қазіргі Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде білім алған Сабира Мұхамеджан қызының колледж мұражайындағы естелік фотосуреттерінен құралған альбом, арнайы бұрыштағы оқу құжаттары, колледж қабырғасындағы ескерткіш тақтасы және сол жылдарда тұрған жатақханадағы бөлмесі туралы бейнематериалға назар аударайық. Биыл 2020 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 29 жыл толып отыр. Тәуелсіз еліміздің осы атаулы мерекесі біз үшін орны ерекше мереке болып табылады. 1985-86 жылдары КСР-ның 50 жылдығы педагогикалық училищесінде, қазіргі Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде білім алған Сабира Мұхамеджан әпкеміз жайында неге айтып өтпеске. Осы атаулы мерекелер күні біз желес апайымыз, әпкеміз Сабира Мұхамеджан жайында сынып және де тәрбие сағатын көп өткіземіз. Сабира Мұхамеджан әпкеміз осы біз оқып жатқан колледжде білім алып, біз тұрып жатқан осы жатақханада тұрған. Тәуелсіз еліміздің жас ұрпақ үшін, осы біздер болашақ ұрпақ үшін жасап жатқан жақсы жағдайлары бар. Және де мен осы колледжде оқып жатқаныма мақтан етемін. Және де осы тәуелсіздігіміздің 29 жыл толуымен Қазақстан Республикасының жастарын және де осы мемлекетімізді, болашақ ұрпақты азаматтарды шын жүректен құттықтаймын.
Мұхамеджанова Сабира туралы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақмектеп ауылы Ақмектеп орта мектебінде бірге оқыған сыныптасы Майгүл Мереке қызының бейне сұхбатына назар аударайық. Мен Балтиянова Майгүл Мереке қызы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақмектеп ауылы Ақмектеп орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі, Сабираның сыныптас құрбысымын. Сабира Мұхамеджанова Есімбек қызы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақмектеп ауылында 1970 жылы 1 қаңтарда орта шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Мұхамеджанов Есімбек фермада әртүрлі жұмыстар істеді. Анасы Сағидолдина Күлшар көп жыл мектепте ұстасып, қызмет атқарып, зейнеткерлікке шыққан. Сабира 5 ағайынды, 3 ұл, 2 қыз. Сабира үйдің кенжесі еді. Сабира 1977 жылы ең жол 8 жылдық мектебінің 1-ші сыныбына оқуға қабылданып, 1984 жылға дейін мектепте үздік оқып, мақтау грамоталармен марапатталды. Сабира сыныпта сынып старостасы болып, сынып ұжымын өзінің ұйымдастырушылығымен басқара білген. 1984 жылы ең жол 8 жылдық мектебін үздік бітіріп, осы жылы Өскемен педагогикалық училищесіне оқуға түседі. Шығыс өңірінің табиғатына шынығып өскен бала кезінен бір беттей өжет қыз облыс орталығы Өскемен қаласына сапар шекті. Еліміздің егемендігінің еншіленуіне, көк туымыздың көк аспанда желбіреуіне, Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздік ел атануына себеп болған желтоқсан оқиғасы. Осы желтоқсан оқиғасына қатысып ерлік көрсеткен шығыстан шыққан жалғыз жұлдыз Сабира. Бүгінгі күні мектебіміздің ішінен Сабираға арнап, даңқ залының бұрышына ескерткіш тақта тас орнатылса, 2012 жылы география кабинеті ашылды. 2019 жылы Тәуке баба ұрпақтары мектеп алдына бюст орнатса, 2020 жылы мектеп бітірген түлектер ауылымызға балаларға арнап Сабира атындағы футбол алаңын жасады. Өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ қаһарман аталарының ерлігімен танысып, бойларына патриоттық сезім қалыптастыру мақсатында жұмыстар жүргізілді. Сабира Есімбек қызын еске алу мақсатында өзі оқыған мектептің ұстаздары мен оқушылары үнемі еске алып, әртүрлі шаралар атқарып отырады. Иә балдар, қазіргі Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде топ жетекшісі болған Мұхамадиева Шолпан Сағитовнаның және группаласы Канапияна Әсел Әлмұхановнаның бейне материалдарына назар аударайық. Сабира марқұм Өскемен педагогикалық училищесіне мектептен айрықша куәлікпен кірді. Оқу кезеңінде ол өзін жақсы жағынан көрсетті. Қыз қарапайым, мұғалімдер мен студенттермен үнемі сыпайы болатын. Ата-аналары оның білім алуына қызығушылық танытып жүрді. Сол бір ауыр күндер, 86 жылдың ызғарлы күндері, әрине әркімнің ойына оралған сайын өте ауыр, желтоқсаншылардың әсіресе. Бізде осы желтоқсан құрбаны деп жүр, қазір желтоқсан батыры деп жүр Сабира Мұхамеджанованың курстастарымыз бірге оқыған. Менің аты жөнім Әсел Әлмұхановна Канапина. Өзім қазір осы бастауыш сынып мұғалімімін, 45-ші бейімделген орта мектебінде жұмыс жасаймын. Негізі Сабира өте мінезі өжет болды, мінезі тік айтатын бір нәрсені бетке айтатын, майбайын көйлеп сөйлегенде ұнатпайтын, өтірікті жаны жек көретін. Мүмкін солда болған шығар. Енді мамасы жарықтықта мұғалім болды, өте қатал адам болды деп естідіңіз. Сабира өз қорықта жүретін. Енді ол кісі де өте қатты уайымдады, қызы үшін де уайымдады. Бірақ мен ойлаймын, енді сол кезде патриоттық тәрбиенің өте жоғары болған деп ойлаймын. Сабираның жатқан жері жәннатта болсын дейміз. Көп баласылар үнемі еске аламыз. Енді өзіміздің арамыздан қай айтамыз. Әрине өкінішті, тағдыр сондай болған шығар. Заман сондай болған шығар. Әрине өте қиын болды.
мынау біздің группаның қыздары. Міне Сабира жарықтық. Өзі көзінен ақ көрініп тұр ғой, жүректілігі. Сабира мен курстас болған қыздар бірге. Сүйсіне қара дәлем риза боп, елімнің жас батырдай келбетіне. Болады азат елдің нұрлы аспаны, басталды тарихтың бір жырдастаны. Жас жүректен жыр арнайды тәуелсіз мемлекеттің бұл жастары. Сонымен еліміздің арайламатқан әрбір таңы баршаңыздың жүректеріңізге мейірім шуағын шашып, бейбіт елдің көк байрағы мәңгілікке желбірей берсін. Тәуелсіздігіміздің 29 жылдығы құтты болсын! Жазира кең байтақ қазақтың даласы, сырменен еділдің арасы. Арманы тауындай асқақ қой қарашы, қалдырған ер жүрек бабасы. Шүкірден жазылды көбінің жарасы, ешкімнің жоғыған таласы. Осынау далада жыламай анасы, өскен қазақтың баласы. Бірі болса біздей болсын алатаудай айлары, көгіндегі қыран құстай желбіреген байрағы. Бір ел болса біздей болсын азаттықтың айғағы, татулық пен берекелік бұзылмаған айқайлағы. Көліне, шөліне, көгіне тамсана, жүректің өліммен ән салам. Сағынып жете алмай, отанын аңсаған, шетте жүр қара көз қаншада. Әр қазақ жалғызым деп бүгін жар салып, мәнімен жететін жол салам. Әлемде кім қазақ, бауырмын деп соған, үш жақтай айғараған салам. Бірі болса біздей болсын алатаудай айлары, көгіндегі қыран құстай желбіреген байрағы. Бір ел болса біздей болсын азаттықтың айғағы, татулық пен берекелік бұзылмаған айқайлағы. Бір ел болса біздей болсын алатаудай айлары, көгіндегі қыран құстай желбіреген байрағы. Бір ел болса біздей болсын азаттықтың айғағы, татулық пен берекелік бұзылмаған айғайлағы. Бір ел болса біздей болсын алатаудай айлары, көгіндегі қыран құстай желбіреген байрағы. Бір ел болса біздей болсын азаттықтың айғағы, татулық пен берекелік бұзылмаған айғайлағы. Татулық пен берекелік бұзылмаған айғайлағы. Белі заманның қиын шарттарында қысыла жүре басылған қазаққа тағдырдан келген ұлы тарту, тәуелсіздік екенін жадымызда сақтау ендігі біздің басты міндетіміз. Осымен біздің ашық кураторлық сабағымыз аяқталды. Тәуелсіз еліміздің көк байрағы ашық аспанымызда желбірей берсін.